Сәлем достар, бүгін сіздермен жасыл бұршақты қалай қысқа дайындау керегін үйрететін боламын. Жасыл бұршақтың тек консерва банкілерінде көргенбіз, алайда үй жағдайда өсіруге болады. Саған қызық болса, видеоны соңына дейін қара. Жасыл бұршақ 3-4 айда пісетін болады. Жасыл бұршақтың пайдасы өте көп. Қаншама витаминге бай көкөніс болады. Жасыл бұршағымызбен кез келген мерекенің ажырамас бөлігі болып саналады. Жасыл бұршақ осылай кішкене бойлы болып келіп, ол піскен кезде осылай томпайып тұрады. Ал мынау жіңішке болып тұрғаны, ол әлі піспегені білдіреді. Мына томпайып тұрғандардың бәрін теріп аламыз бір ыдысқа. Мен теріп алдым, осылай бәрін ашылап шығамыз. Бұны қабығынан ашу өте оңай. Тазартылған бұршағымызды 2 пакет алып, 2-ге бөліп, морозильникке салып қоятын боламыз. Қыста алып, 5 минут қайнатып жеріп, кез келген тамағымызға, салатымызға салуға болады. Егер осы видеоны соңына дейін көрген болсаң, маған лайк басып тіркелуді ұмытпа. Сонда менің әрбір салған видеомды өткізіп алмайтын боласың. Сау болыңдар!